Бүгінгі видео жарда емес, смартпойдың ішінде бізде қазір вебинар 9-да. Соған дейін бір ойды айтып жіберейін. Бүгін мен жаңа адамдармен таныстым, тағы да. Солармен сөйлескен кезде Астанадан келген жігіт, үлкен жігіт дегенде 93 жылғы, 92 ма, 93 ба сондай. И айтады, Алматыны айтады, мен Алматы қандай басқаша қала, бүкіл дамып жатыр, бүкіл нетіп жатыр. Любой адаммен тіл табысып кетуге болады, любой адаммен андай сервис бар шамалы да, андай. Астанадан қарағанда, Астанада бәрі деловой и көбісінде эго бар дейді да. Ты чё, үшін ранг төмен болсаң, еш көмектеспеу керек оған, ты чё, ранг төмен ғой, не жалақысы аз алады деген сияқты. Сонда бір не деңгейлер бөліп тастаған дейді да. А мұнда вообще не да? Онда не жоқ. Шектеу жоқ. 2004 жылғы баламен 92-89 адам бір темада сөйлесуі мүмкін да. Жас деген нәрсе жоқ. И сонда бір несі бар дейді да. Үшім айтайын деген нәрсем, өзінің историясын айтты, бір эксперт қой негізі ол, ағылшын тілінен. И Монғолиядан келген жігіт екен. И сонымен сөйлескен кезде түсіндім да, оның айтқан нәрселері, оған жасаған нәрселері негізі екі инсайт бұл видеода. Біреуі оның айтқан историясынан кеше ғана біз ағама бардық қой. Сол кездегі алған инсайт Құдайға сену деген нәрсе. Сену дегенде қалай сену? Допустим, тәуекел ету деген нәрсе бар, рисковать ету да. Допустим, сен өзінен қалаған нәрсенің барлығын жасайсың, қалғанын Аллаға тапсырасың деген нәрсе бар ғой. И вот сол нәрсе қазір тәуекел ету деген. Допустим, сен ол $50 рок-н-роллға барып, Америка бірне қылып кетіп қалған. Айтпайды, ол ұзақ негізі. Ол да мықты не. Бүкіл нәрсесі тәуекел, оны прям көрініп тұрса, тәуекел еткен адамға Құдай береді. Шынымен сондай екен да. Тәуекел деген нәрсе, сен, допустим, қалтаңда $50 бар, допустим, Қостанайға кетіп қалдың, сен тәуекел етесің ғой, сен танысың не жоқ, и бір деңгесі болады. Выкрутимся деген сияқты айтасың ғой. Ол сол нәрсе Құдайға сенімділік екен. Типа, главное, сен өзінен қалған нәрсені ниетті ояттың, действие жасадың, кетіп қалдың Қостанайға, болды, қалғанын Құдайға тапсырасың. Бір деңгесі болады, жол болып кетеді деген сияқты. И сондай тәуекел еткен адамға бүкіл ойланып кеттім да, мана әңгімесінен кейін. Ол $50 кетіп қалған, потом тұратын жер жоқ, не жоқ, жағада жатқан, бірдеңе Америкада бір кейін $50 рок-н-роллмен кетіп қалған. И барғаннан кейін жағада жатты, бір жерде әже суарып жатыр екен, бірдеңені гүлдерін. Сосын айтқан ғой, азиат қой, түрі көрініп тұрсын, айтқан осылай. Сен не істеп жатсың, неге жаттың, анау деп ағылшын сөйлеп бастағансың. Мен сен қалай ағылшын күштісің, қайдан үйреніп алдың деп анау сөйлескен ғой, сонда айтқан, осылай мен келдім деп айтқан ғой Америка. Жүр онда бізде тұр, үйің жоқ болса деп айтқан ғой. И тұрған кезде неткен. Прикиньте, 2 апта бойы қарттар үйінде тұрған ғой, әжелермен бірге. Ана жерде тәуекел ете бергенде алдынан адам кездестіре бергенде. И содан бөлек мұның алдында айтқан историяның барлығы есіме түсіп кетті. Қаншадан мен білемін тәуекел еткен, и солардың жол болып кеткенін, что шынымен бергенін көрдім да. Бүкіл таныстарым, сол кезде бүкіл таныстарым есіме түсіп кетті. Мынау да сөйтті ғой, мен мынау да тәуекел етті ғой, мынау да тәуекел етті, мынау да тәуекел еткенге береді екен ғой деп. И шынымен де тәуекел ет, саған беремін деп айтады ғой. Вот, сол нәрсе прям басыма кірді. Сол үшін соны жаттықтыру керек, тәуекел етуді үйрену керек. Тәуекел ету деген, значит, сен Құдайға шынымен сенесің да. Мен өзіме қалған жасаймын, қалған тапсырамын, болды. Тапсырамын дегенде сенемін, что он справит деген сияқты. Ау? В общем, оказывается, смартпойдың ішінде түсіруге болмайды екен. Түсіріп тастайын. В общем, негізгі идея бұл жерде шынымен тәуекел ету керек. И біз ойланып жүрдік қой, біз ЖК-да тұрамыз ба, күште тұрамыз ба, друг төлей алмай қаламыз деген бір не бар ма, ой бар ма, білмеймін, неге көшпей жүргенімізді әлі түсінбей жүрмін. И үшін бір адамның решениесі емес қой, 4 адам решение қабылдау керек, 4-еуінде де ниет болу керек көшемін деген. Содан кейін барып көшілетін нәрсе ғой. И соны түсіндім да, біз оказывается тәуекел етпейміз да, соза береміз. Просто тәуекел етіп сену керек, потому что қалай сен сенбейсің оған? Потому что оның қолынан бәрі келеді да. А сен оған сенбейсің дейді. Сол үшін главное бізден қалаған нәрсенің барлығын жасап, қалғанын Құдайға тапсырайық. Ол бізден все равно в любом случае лучше жасайды да. И ол вебинар, продюсерство, бизнес, любой нәрсеге қатысы бар. В общем, менде мурашки болып жатыр қазір. Давайте 24-ші күн біз вебинарға кеттік. Давай, тәуекел ет, сен
и бәрі болады бұйырса. Кеттік.